қайырлы күн, құрметті қонақтар, сол сұхбатқа қош келдіңіздер. Сол сұхбат өзінің құрылымы бойынша өте икемді, дайындықсыз, еркін түрдегі сұхбат. Бұл сұхбатта оқушылар және ұстаздардың жетістіктері және қолданылатын әдіс-тәсілдері оқытуда талқыланатын болады. Бүгінгі сол сұхбаттың қонақтары 2023-24 оқу жылы бойынша зерде ғылыми жобалар байқауының республикалық кезеңінде жетістікке жеткен ұстаз және шәкірттер. Қамар апай, Тамар Тыныштыққызы, Сафина және Раяна. Қош келдіңіздер тағы да. Енді сауал сізге бірінші. Тамар Тыныштыққызы, зерде ғылыми жобалар байқауына жұмыс тақырыбын қалай таңдалады? Нені басшылыққа алу керек? Үлгересіз уақытта бірінші рахмет сізге. Бізбен сізге әдемі сұхбат ұйымдастырғаныңызға көп рахмет. Әрине бұл ғылыми жоба деген өте ауқымды, өте күрделі жұмыс. Бұл жұмысты таңдауда біріншіден біз оқушыны таңдаймыз. Ол оқушы қандай болу керек? Бұл оқушы өз бетімен жұмыс істей алатын, өзіне дұрыс мақсат қоя алатын, жауапкершілігі мол, айтқанды бұлшықтай орындап, сіздің яғни берген тапсырмаңызды әрі қарай алып кете алатын оқушыдан таңдаймыз ғой. Мен бұл жолы қателескен жоқпын деп ойлаймын, себебі менің таңдаған оқушыларымның барлығы да жүлделі орындарға ие болды. Біздер республикаға барып құттықтаймыз, біздің үлкен мақтанышымызсыз. Және бұл тек қана мектептің мақтанышы емес, бұл бүкіл облыстың мақтанышы деп атақталады. Яғни оқушының бойындағы көшбасшылық қасиеттерде, оқушының ынтасы да көп әсер етеді. бас назарда болады. Енді сіздің тақырып туралы кішкене азырақ тоқталсақ. Қандай тақырып болды? Мен әдемі мына жерде макеттерді көріп отырмын. Біздер 2023 жылы ат спорты денсаулықтың кепілі деген тақырыппен бар. Ол кезде біздер мынадай макеттер дайындадық. Бұл ипподром. Мына жерде QR код бар. Осы QR кодқа бассаңыз сізге толық ипподром, тақырып қандай болды? Тақырыбы бізде ат спорты, рухы биік денсаулық. Жылқы. Осы тақырыпты қорғауда біздер көптеген қиындықтармен кездесіп оны қандай кезеңдері бар? Мен неліктен бұл сұхбатты ұйымдастырып отырмын? Себебі ғылыми жобалар байқауы, зерде ғылыми жобалар байқауына қатысқысы келетін оқушыларымыз бар. Оларға біз нұсқау беруіміз керек. Неден бастарын білмей жүрген оқушыларға біз көмек ретінде осы сұхбатты ұйымдастырып отырмыз. Және сіздің қандай кезеңдері бар деп жауап естігіңіз келеді? Неден тұрады? Ғылыми жобаға таңдаушы Бірінші адамның өзінің жауапкершілігі болу керек, көшбасшы болу керек. Ол бала ізденімпаз болу керек, шыдамды, тапқыр болу керек. Тапқыр болу керек. Өте жақсы. Қандай кезеңдері бар? Бірінші не істейміз? Бірінші тақырып таңдау. Тақырыптар. Екінші зерттеу жұмысын жүргізу керек. Жүргізу керек. Өте жақсы. Ол үшін біз бірінші не құрып алатын едік? Жоспарын құрып аламыз, жоспарлы зерттеу жоспары. Яғни мен мына жерде көріп отырмын, сіздер міне жылқы ипподром дейді. Мына қай жерде орналасқан? Ақшұқырда орналасқан ипподромға бардыңыз. Ол жерде нені байқадыңыз, нені зерттедіңіз? Мен қосшайым, қанша Раяна. Біздер Әлике Бөлтеков деген ағаймен кездестік. Ақшұқырда тұрады екен, ол кісі көптен бері осы атбегі ағаймен кездесіп көп мағлұмат алдық. Біз сол жерде неге міндік сосын атқа, ал сол жерде кішкене қиындықтар болды ма? Атқа мен мінгенде кішкене қорқасың, бірақ сосын өзіңді еркін сезінесің, рухың биік, қыран сияқты ұшқанды сезінесің атқа мінгенде. Өте жақсы. Яғни менің білуімше, яғни зерттеу жасау балаларға үлкен, оқушының бойында үлкен ізденімпаздық қабілетін ашады. Зерттеу
деген ат айтып тұр, иә, жаңа нәрсені ашып, жаңа нәрсені шығару. Солай ғой. Иә, сіз оны өз көзіңізбен көрмейінше, сіз оны білген жоқсыз. Ал сіз жасап көрдіңіз, және ол сізде жаңа білім болып қалыптасты. Солай ма? Өте жақсы. Сафинада мен білемін, 10-ші гимназияда. Сафина сосын кім екінші оқушы? Әсия Аманжолқызы екеуі, Аманжолқызы екеуі ағылшын тілі пәні бойынша зерттеу жүргіздіңіздер. Learning English, I forgot the scene of your job. Қандай ақырын? ағылшынша ертегі Learning English through fairy tales, yeah? Аха. Иә, ағылшын тілінде өте жақсы жұмыс болды. Менде оның куәсі болдым. Енді келесі сіздерге сауал. Күнделік жүргізу туралы айтсаңыз, яғни мен білем, күнделік жүргізу керек, жұмысты жазған кезде оның талаптары бар, тек қана теориясында емес, ол практикадан да тұрады, сол туралы толығырақ айтсаңыз. Біздер мынадай күнделік жүргіздік. Оның жетекшісіз. Күнделікті мен сыртында қалай толықтыру керек екенін жетекшінің әрқайсысы ести алмай, бұл жерде қорғаушылардың аты жөні болады, жоба атауы, секциясы болады және қорғайтын оқушылардың жетекшісі жазылады. Одан кейін міне тапсырма берілді. Біз 5-ші қыркүйектен бастадық, күнделікті бастадық. 5-ші қыркүйектен бастадық. Қазан айына дейін жүргізген жүргіз, негізі бірақ оның алдында жүргізген. Яғни жазда біз балаға тапсырма береміз. Жазда мен балаға тапсырма бердім. Яғни біздер ат туралы зерттейтін болдық. Яғни ат спортының денсаулыққа қандай пайдасы бар. Қазіргі кезде аутист, даун сияқты ерекшелік денсаулықтан амалдар бар, осы балаларға қалай көмектесу керек? Бірінші мақсат сол болды. Осындай үлкен ауқымды тақырыпты алдында біздер жаздан бастап іздене бастадық, бірақ күнделікті біз 5-ші қыркүйектен бастадық. Әр қадамын жазып отырдық. Әрине, әр қадам содан кейін оның дәлелі болады. Камера көрсетеді, әрине оның әрқайсының дәлелі болады. Қайда барды тапсырмалар береді оқушыларға, сол тапсырмаларды балалар орындайды және ол міндетті түрде дәлелі болу керек. Сіздер келісім көруіңізге болады. Болады, әрине болады. Бұл кабинетке бір бұрышқа осы зерттеу бұрышы ретінде қойылған рұқсат бересіз ғой? Әрине. Өте жақсы. Енді бәріміздің камераға айту керек болды. Кешіресіздер. Және тағы бір тақырыпқа көп байланысты болып отқан сияқты, сіз жаңа айтып отырсыз, өте ауқымды, өзекті мәселе, яғни денсаулығында ақауы бар балаларға көмек ретінде таңдалған деген тақырыпқа өте қатты ұнап отыр. Себебі бізде кедергі болады, және ол кедергіні шешу жолдарын біз қарастырмасақ, ол шешілмейді. Сондықтан сіздің зерттеуіңіз соған бір ниет болды, иә? Бір қадам болды. Біздер енді мен ол алған қазір атын айтпай қояйын, есімде деп айта қояйыншы, есімде оқушымен де жұмыс жасадық. Алып бардық, атқа мінгізіп, балада құлшыныс пайда болып, аттан түспей отырып алған кездері болды. Аттан зорға түсіріп, мамасын береді, баланы апарған соң ағасын ертіп барам ғой, содан мамасын берді, кәдімгідей біздерге үлкен ризашылығын білдірді. Өте жақсы. Ол енді паш етіп айтатын да жұмыс емес, бірақ өзіміз сіз сұраған соң біз енді жауап беріп жатырмыз да. Ол зерттеудің бір бөлшегі, бірақ ол шынайы түрде жүргізілген зерттеу болды. Раяна және Сафина, сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздер республикалық ғылыми жобалар байқауына Көкшетау қаласына бардыңыз, солай ма? Бурабай шипажайына бардыңыз. Сол туралы аздан айтып өтсеңіз. Қалай? Сізге қандай әсер берді? Біз Бурабайда балдәурен лагеріне бардық. Жұмбақтасқа бардық. Жүзіске бардық. Сол табиғаты сізге қатты әсер етті, иә? Ұнады. Араяқ, сіз не айтасыз? Маған ең қатты ұнағаны қыдырғанда, мысалы, Абылайханның алаңы. Абылайхан алаңы. Ол жерде республиканың түкпір-түкпірінен балалар жиналды, иә? Достар таптыңыз ба? Иә. Иә? Әлі араласамыз ба? Келесі тұрамыз ба?
иә friends деп айтады иә оны друзья по переписке деп иә біз сондай бүкіл республикада осындай достармен араласып ол бізге не таныстырды ол не себеп болды ол достарды табуға айта қояйын бірге содан бастап ғылыми жобасы. ғылыми жобасы. Ал енді қатысқысы келіп отырған балаларға не айтар едіңіз? Не ұсыныс бересіз? Қандай ұсыныс бересіз Раяна? Балалар. Сафина. Экранға қарай. Балалар ең бірінші жауапкершілігі болса барлығы да болады. Жауапкершілік. Сафина. Сафина? Қандай жоқ? Шаршамау. Балалар ерінбеу керек, шаршамау керек. Және мен Сафинаның анасын танимын, иә, Раян да, жалпы аталарын да қолдау. Иә, әрине маңызды, өте Сіздің маңызды. ата-аналарыңызға маңызды. Осындай жауапкершілігі мол, шаршамайтын, ізденімпаз, көшбасшы оқушы дайындап жүрген. Әрине ол бәрі оңай бола қойған жоқ. Қыздар енді көшеде біліп отыр ғой. Өте қиын. Біздер демалыс келгелі білген жоқпыз. Кейін оқушылар енді біз республикадан келгенде апай бізде барғымыз келеді деп айтып жатыр ғой. Мен айтамын балаларға ол үшін біздер демалыс келгенде ұмытуымыз керек балалар. Сәл демалыс күндері біз жаңағы зерттеу жұмыстарымен айналысамыз ғой. Сондықтан кішкене жауапкершілік болу керек балаларға. Керемет жұмыс жасалған, оқушылардың көшбасшылығының арқасында, жетекшінің қолдауының, нұсқауының арқасында, және сізде ғылыми жетекші болды ғой. Ғылыми жетекшінің бағдарының арқасында осындай керемет жұмыс пайда болып, жұмыс зерттеліп, ол жұмыс жетістікке жетіп, біздің есіміміз республикада аталды. Солай ма? Сізге көп рахмет. Біздің ұстаздарымызға әдістемелік көмек болады деп ойлаймын. Себебі зерттеумен айналысқысы келетін ұстаздар және оқушылар бар. Сондықтан сізге көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп осы сұхбатқа қатысқаныңыз үшін. Сізге рахмет.